Құрметті оқушылар, ұстаздар, жаңа жыл бізде мектебімізде үлкен айлық көлемімен басталды. Яғни ағымдағы жылдың 10 қаңтар мен 26 қаңтар аралығында мектеп, аудан, облыс көлемінде әр білім мекемесінде музей айлығы өтіп жатыр. Бұл айлықтың мақсаты өте керемет. Яғни білім беру мекемелерінде музейлер арқылы ұлттық құндылықтарымызды дамыту, білім алушылардың қоғамдағы өз орнын табуға және тұлға болып қалыптасуына, зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында ұйымдастырылып отырған бұл айлықтың көлемінде мектебімізде көптеген шаралар өтіп жатыр. Бүгін алдарыңызға жанды музей ұйымдастырып отырмыз. 9-11 сынып оқушыларын қамтуымен. Бұл жанды музейдің басты мақсаты ұлы тұлғаларымыздың ұлылығын ұлықтау, олардың бейнесін сіздердің көз алдарыңызда жаңғырту және сонымен қатар олардың айтып бізге өсиет қылып қалдырған ұлы сөздері насихаттау болып табылады. Осы жанды музей арқылы оқушылар өздерінің тарихын біле алады, өздерінің өткенін біле алады және ұлы тұлғаларымызды таниды. Бұл музейде экспозиция, бірінші экспозиция бұл алаш қайраткерлері ұсынылып отыр. Алдына келіп қол шапалақтасаңыздар, олар осы өздерінің сомдап тұрған тарихи бейнесінің, тарихи тұлғасының ұлы сөзін сіздерге айтып береді. Газет халықтың көзі, құлағы, һәм тілі. Рахмет. Рахмет, рахмет, отыра ғой. Біліммен, мінезбен, көп болса, зейінді болса, білімді болмау. Ал мінезі жақсы бола ма, әлде жаман бола ма? Мұны Құдай біледі. Алихан, Рукихан. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жек кетті дін наша болып, халық қараң болып, қазағың енді жатыпты рамасты. Алдарыңызға ұсынып тұрған екінші экспозиция, өздеріңіз көріп тұрғандай, ұлы отан соғысына біздің Қазақстан өз үлесін қосты, ұлы тұлғаларымыз бар, Кеңес одағының батыр атағына ие болған тұлғаларымыз бар. Соның ішінде шығыстың жұлдызы атанған 3 қызымыз, 3 жұлдызымызды сіздердің алдарыңызға ұсынып тұрмыз. Олардан қалған, өсиет болып қалған сөздерді тыңдауға шақырамыз. Әлия Молдағұлова 1943 жылдан бастап жас атқыштар бригадасының 4-ші батальонының снайпері. Жас сарбаз 30-дан аса офицерлер мен сарбаздарын қырып өлтірді. 1944 жылы 4 маусымда Кеңес одағы батыры атанып, Ленин орденімен марапатталды. Мамай, күлем деген сенсің ғой, әзер жетті әлсер еген дауысын. Тек жыламашы, шыдап бақшы келесің ғой, бар емес пе бір еркекте намысын. Сағындым ба, мен де сені сағындым, қандай бала сағынбайды анасын. Хиуаз Доспанова халық арасында үлгеруші деген атаумен танылған. Ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылған ұшақта қызмет атқарған. Бұл ой екі жау үшін оңай жасалған болғандықтан, олар тек қара жорыққа түн жағына шыққан. Ол шамамен 300 рейд жасап, атыс орындарын бомбылаған. Хиуаз Доспанова, Герой Советского Союза. Рахмет.